Франция Ұлттық жиналысының депутаттары мен Сенат мүшелері сейсенбі күні заң жобасының соңғы келісілген нұсқасын қабылдап, 15 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік желі қолдануына тыйым салды. Заң жобасының баяндамашысы Қайта өрлеу партиясының депутаты Лор Миллердің айтуынша, Франция цифрлық платформаларға бұдан да қатаң талап қойғысы келген. Алайда Еуроодақ заңнамасы мұндай мүмкіндікті шектейді. Vraiment, le droit de l'Union européenne, aujourd'hui, il nous permet juste, il y a juste une toute petite porte qui s'est ouverte l'été dernier avec les lignes directrices, il nous permet juste de fixer un âge limite dans le droit national. Грекия, Словения және Швецияда кәмелетке толмағандардың әлеуметтік желіні пайдалануына шектеу енгізуді жоспарлап отыр. Испанияда мұндай тыйымды 16 жасқа дейінгілерге, ал Аустрияда 14 жасқа дейінгілерге қолдану мәселесі қарастырылуда. Сонымен қатар осы айдың басында Еурокомиссия төрайымы Урсула фон дер Ляйен балалардың жас ерекшелігіне қарай әлеуметтік желіге кезең-кезеңмен қолжетілімдік беруді ұсынған болатын. If we start with the youngest, toddlers, no screens at all. Then children under the age of 13, access to social media only under the supervision of parents, caregivers, teachers, and time limited. And then from the age of 13 on, and that's very important, there's a gradual access depending on the proof given by the platforms that they are age appropriate and safe for teenagers. Еурокомиссия бұл мәселеге қатысты ресми ұсынысын жаздан кейін жариялайды.